қуанышты да үлкен мереке. 2005 жылғы номер 1 Ұлытау орта мектеп түлектерінің ауылға тартуы ескерткішінің ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Аманат. Бүгінгі іс-шарамызда қасиетті таудың көктеріне бой көтерген ескерткішке қарап 2005 жылғы түлектердің киелі құрметті той иелері, бүлдіршін балаларымыз, құрметті қатысушы таудан тұрғындары, бірге тойлап, бірге жүрген жалындаған жас шағым деген балаларымыздың міне 20 жылдық мектеп бітіргенде апамыз болған жердің анасы болған міне Сапаргүліміздің міне класы, сыныбы жай емес, өсекүлдің класы. Қанабек кетіп қалып, енді содан келе алмай қалған шығар, жаным сол. Енді бәрі ғажап уақытта болып жатыр. Жай адамыздар емес міне. Жаңа айтып жатыр, ата-аналар төрағасының Әлекеңнің баласы бітірген. Міне Шенеу атаның келінінің класы бітіріп жатқан, тарихта қалған жай емес. Идеологияның басшысы мынау Айғар ағамыздың баласы міне, мына тұрған Алмасымыз, міне өршегі Замакимдер тұр, Алматов. Бәрі де аман болыңдар, айналайындар. Мына балаларымыздың кереметтей жүректен шыққан ыстық лебізіне көп рахмет айтамыз. Өзім толқытып тұрмын мына тұрған нәрсені көріп, Ұлытауды көріп, ұлы даланың Ұлытауы жасасын, Ұлытау жасасын, Ұлытау алға баса берсін. Тарихта мәңгілік қалсын, аман болайық. Біз тамаша оқиғаның куәсі болып отырмыз. Осы мектепте, осы Сапаргүл мен Өсекүлдің балалары. Мына өмірлік қалатын ескерткішті Ұлытауға сән беріп, күнде кешке жақын келемін, сонда көремін. Күнде жұмыс істеп жатады. Әсірі бәрі кезек-кезек жұмыс істеп жатады. Бірақ ең көп жұмыс істеген Руслан менен Қаршық ағамның баласы. Әділхан екеуі көп еңбексіне қырған. Біз қарап жүреміз. Біз де кездесу жасаймыз. Класс жетекші болдық, талай класстар шығардық. Енді класс. Ассалаумағалейкум, құрметті жиналған қауым, ата-аналар, ұстаздар, менің сыныптастарым, алыс шалғайдан келген. Бүгінгі 2005 жылғы түлектердің оймақтай игі бастамасына қош келдіңіздер. 2005 жылғы түлектеріміздің ауылға тартуы осы өзінің ары қарай жалғасын таба берсін, ата-аналарымыз аман болсын. Жаңа Шарипа Құсайынқызы айтып кетті ғой, осы Ұлытаудың ұлдары Ұлытау жасасын, Ұлытаудың ұлдары осындай игі бастаманың айналасында, жан-жағында жүре берсін демекші. Осындай іс-шаралар өз жалғасын таба берсін. Бүгінгі алыс шалғайдан келіп жатқан құрдастарымыз, қыздарымыз, барлықтарыңызға мың алғыс, отбасыларыңызға амандық. Осындай керемет дүниелер өз жалғасын таба берсін. Өз үлесін қосып жатса, нұр үстіне нұр болмақ. Ескерткішті тамашалауға шақырамыз.